Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін мен сіздерге кез келген дастарханның көркін ашатын түрлі түсті вафлидің рецептісін ұсынамын. Видеоның соңына дейін болыңыздар. Ең алдымен бізге осы 3 дана жұмыртқамызды алдын ала жарып аламыз. Қантымызды салып, жақсылап тұрып миксерлейміз. Миксерлеген кезде міндетті түрде массамыз 2 есе ұлғайғанға және ағарғанға дейін миксерлеуіміз қажет. Массамыз ағарғаннан кейін үстіне алдын ала үкіштен өткізілген ұнымызды аздан салып отырамыз. Сол кезде бізден жұмыртқа массамыздың көлемі түсіп кетпейді. Егер сіздер бірден ұныңыздың барлығын салып қойсаңыздар, массаңыздың көлемі түсіп кетеді. Салып болдық. Енді осының үстіне мен алдын ала ерітілген маргаринімізді құямыз. Маргарин құйған кезде маргарин сәл аздап суыған болу керек. Тым қатты ысыған күйінде құймаңыздар. Енді осыны түр түске бояу үшін мен бірдей 3 ыдысқа бірдей бөлікте қамырымды бөліп шықтым. Сіздер қалауынша кез келген өздеріңізде бар, қолда бар түске боясаңыздар болады. Мен вафлилерімді сары түске, жасыл түске және қызыл түске боядым. Мендегі краситель ол гелевый краситель. Кез келген кондитерлік дүкендерде болады. Әрі бағасы да қымбат емес. Сіздер қалауынша гелевый қолдансаңыздар, болмаса мен 3-ші красканы құрғақ бояғыш боядым. Құрғақ бояғыштар кез келген дүкендерде болады. Қалауынша гелевый немесе құрғақ қолдансаңыздар болады. Енді мен алдын ала мына жерде вафельницамды қыздырып, несін 2 жағын майлап қойдым және бір ас қасықтан аса қамырымызды құйып, вафлимізді пісіріп аламыз. Вафлиміз дайын және міндетті түрде тез ыстық күйінде вафлиді орау қажет. Кейін суып қалғаннан кейін вафлиміз оралмай қалады. Әрі сынғыш болып келеді. Бұл жерде мен сіздерге барлық түстерін барлығын көрсетейін, қалай шығатын. Қызыл түсте орап, мұны гүл тәріздес орап, осылай ыстық күйінде қойып қоямыз. Сары түстін құямыз. Сіздер қалауынша, егерде гүлдеріңізді, яғни вафльдеріңізді үлкен қылам десеңіздер, қалауынша 2 қасық құйсаңыздар болады. Мен бұл жерде шағын әдемі болу үшін осылай 1 қасықтан аса құйып отырдым. Міне осылай гүлдетіп орап шығамыз вафлимізді ыстық күйінде. Өте керемет болып шығады. Сіздерге міндетті түрде осы рецепт бойынша дайындап көріңізге кеңес беремін. Өйткені осындай түрлі түсті вафлилер кез келген дастарханның көркін ашады, әрі үйдегі бала-шағаңыздың да қызығын артады. Сіздерге бүгінгі рецепт ұнады деген ойдамын. Міндетті түрде осы рецепті жаңа дастарханға жасап көріңіздер, дастарханның көркіңізді ашады. Және де каналыма тіркелген болсаңыздар, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.